Бармаңыз. Герунд инфинитивті екінші парағына ашсаңыздар, мынандай сабақ бар. Енді қараңыздар, сондай етістіктер бар. Ол етістіктерден соң әрі герунди келеді, әрі инфинитив келеді. Демек, сондай етістіктер бар. Олардан соң немесе ту келеді, немесе етістік ing формада келеді. Оны қалай ажыратамыз? Оны аудармасына қарай ажыратамыз. Өзі неше етістік бар? Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 етістік бар. 6 етістіктерден соң әрі герунди келеді, әрі инфинитив келеді. Оны аудармасына мән беруіміз керек. Енді мысал көретін болсақ, remember еске түсіру. Еске алу деген аудармасы. Rememberден соң to келетін болса етістік, онда қалай аударылады? I remember to close the door. Мен есікті жабу керегенін есіме түсірдім. Демек, есікті жаппаған, әлі орындалмаған іс-әрекетті түсіндіреді. I remembered closing the door болса, мен есікті жапқанымды есіме түсірдім. Демек, бұл іс-әрекет орындалған. Демек, rememberден соң сіз туып қоятын болсаңыз, орындалмаған іс-әрекет түсіндіреді. Егер ing істететін болсақ, ол кезде орындалған іс-әрекет болады. Forget, ұмыту. I forgot to buy this book. Мен бұл кітапты сатып алуды ұмыттым, және сатып алмаған әлі. I forgot buying this book. Бұл кітапты сатып алғанымды ұмыттым. Мысалы, дейлік, 2-3 жыл алдым бір кітап сатып алғанда, оны сатып алғанını білмейді, естен шығып кеткен, және тағы да осы бір